Сәлеметсіздер ме, Асүйхан шайымдары? Мен сіздермен оңай әрі тез дайын болатын чебуректің рецебімен бөліспекпін. Аяқ астынан үйге қонақ келген жағдайда болмаса бестін шайнап пісіріп берсеңіздер болады. Бізге керегі 500 грамм ұн, 50 грамм сұйық май және тұзды салқын су. Қатты емес, жұмсақ емес, орташа қамыр илейміз. Міне өздеріңіз көргендей, қатты емес, жұмсақ емес қамыр иленді. Енді бұны 2-3 қайтара басып, иегін қандырып қоямыз. Енді начинкасын дайындауға кірісеміз. Бізге керегі піскен 5 жұмыртқа және көк жуа мен укроп. Піскен жұмыртқамызды майдалап, 4 бұрыштап тураймыз. Көк жуамызды, укропымызды да ұсақтап турап аламыз. Ұсақтап туралған жұмыртқамыз бен көк жуамызды жақсылап араластырамыз. Үстіне қалауыңызша қызыл бұрыш, қара бұрыш, және де дәміне қарай тұз саламыз. Жақсылап араластырып қоямыз. Қамырымызды жақсылап, жұқалап жаямыз. Міне өздеріңіз көргендей жұп-жұқа қамыр жайылды. Мен қамырымды осындай ыдыспен кесіп аламын. Маған осы ыңғайлы және де жақсы кеседі. Міне өздеріңіз көріп тұрғандай қамырдың бәрін кесіп дайындап алдым. Енді начинкасын барлығына теңдей қылып бөліп саламыз. Енді чебурегімізді қалай жауып бекітетінімізді көрсетемін. Мұқият қарап шығыңыздар. Осылай жауып, көріп тұрғандарыңыздай. Сосын вилкамен шетін басып шығамыз. Міне қараңыздаршы, қандай әдемі узор шығады. Барлық чебуректі осылай вилкамен бекітіп, жауып дайындаймыз. Вау, қыздар, қараңыздаршы, қандай әдемі чебуректер шықты. Енді бұны майға қуыратын боламыз. Енді дайын қызып тұрған майымызға чебуректерімізді салып қуырамыз. Міне өздеріңіз көріп тұрғандай чебуректерді екі жағына аунатып отырып қуырамыз.
Қатты қызартып қуырудың қажеті жоқ, себебі ішіндегі начинкамыз піскен дайын жұмыртқа. Барлықтарыңызға көп рахмет. Менімен соңына дейін болғандарыңыз үшін. Менің рецепттерім ұнап жатса, лайк басып, қолдау білдіруді ұмытпаңыздар. Міне, өздеріңіз көріп тұрғандай чебуректеріміз дайын.